Қайырлы күн оқушылар, бүгін математика 103 сабақтың есептерін шығарып көрсетемін. 11-ден 20-ға дейінгі сандардың құрамы. Бірінші тапсырма. 10 қосу 4 қанша болады? 14 болады. Мына жерге бос орынға жазамыз. 14. 4 қосу 10. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Ол да 14-ке тең. Енді 14-тен 4 азайтып тастағанда 10 шығады. Енді 14-тен 10 азайтып тастағанда 4 шығады. Келесі 10 қосу 5 бізде 15 болады. Немесе 5 қосу 10 бұл да 15 болады. 15-тен 5 азайтам 10 болады. Енді 15-тен 10 азайтамын 5 болады. Келесі 10 қосамын. Мына жерде қарайтын болсақ, мынау 10, мынау 6. Тең 16 болады. Енді 6 қосамын 10, ол да 16. 16 азайтамын 6 тең 10. 16 азайтамын 10 тең 6. Келесі 10 қосамын 2. 12. 2 қосамын 10, бұл да 12. 12 азайтамын 2 тең 10. 12 азайтамын 10 тең 2. Тәптеріңе жазып есепте. Екінші тапсырма. 18 азайтамын 8 10 болады. 10 қосамын 7 тең 17 болады. 10 қосамын 9 тең 19 болады. 13 азайтамын 3 тең 10 болады. 19 азайтамын 9 тең 10 болады. 10 қосамын 2 тең 12. Келесі, балалар жеуге жарамды, жеуге жарамсыз ойынын ойнады. Тізбектерді есептеп, Алияның нені жасырғанын анықтайсың. 15-тен 5 азайтамын 10 болады. Енді 10-нан 8 азайтамын 2 болады. 2-ге 10-ды қосамын 12 болады. 12-ден 2-ні азайтып тастаймын 10 болады. Мынау бізде 10, бізде алма. Бұл жеуге жарамды. Келесін есептейік. 18 азайтамын 10 тең 8. 8-ден 3-ті азайтып тастаймын 5 болады. 5-ке 5-ті қосамын 10 болады. 10-нан 6-ны азайтамын 4 болады. Бұл бізде не? Қуыршақ. Қуыршақ бізде жеуге жарамсыз. Келесі тапсырма. Есептерді шығар, кері есеп құрастыр. Сырым 16 алма. Алия 10 алма жинады. Қанша сырым, қанша артық жинады? Шешуі 16 азайтамын 10 тең болады 6. Жауабы сырым 6-ын артық жинады. Артық жинады. Кері есеп құрастырған кезде бұлай құрастырсақ болады. Барлығы 16 алма жинады. Сырым 16, Алия белгісіз. Шешуі 10 жоқ, 26, барлығы 26. Так, 26 азайтамын 16. Тең 10 болады. Так, 5-ші есеп. Қайсысы ауыр, алма ма, алмұрт па? Алма ма, апельсин ба? Бізде бір алма бір алма 2 өрікке тең. Ал бір алмұрт 3 өрікке тең. Сонда алмұрт үлкен болып тұр. Алмұрт үлкен. Алмұрт үлкен. Ал мына жерде
бір алма және бір өрік 3 өрікке тең. Солай ма? Мына жерден бір өрікті алып тастасақ, мына жерден бір өрікті алып тастасақ, сонда бір алмамыз 2 өрікке тең. Апельсин де 2 өрікке тең. 2 өрік демек екеуі тең. Мына жерде тең болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.